Дүниеге жаңа келген сәби өзінен соншалықты жаман газ шығарады. Оның осырғаны соншалық, қасындағылар тұншығып өле жаздайды. Керек болса сыныптастары да оның қасына 10 метр жақындамайды. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге шалбарымдағы газ деп аталатын керемет фильмге шолу дайындадық. Смеш әулетінде Патрик атты балақай дүниеге келеді. Бірінші 30 секунд ата-анасы қатты қуанады. Кейін балақайдың сирек кездесетін газ шығару ауруымен ауыратыны анықталады. Басында әкесі барлығына шыдап, жағымсыз иістен құтылуға тырысады. Балақайдың төменгі бөлігіне пакет кигізіп, Смеш мырза барлық газ сонда жиналады деп үміттенеді. Әкесінің жоспары іске аспады. Пакетті жақын жердегі қайшыға тиіп, жарылып кетеді де қонақ бөлмеге жағымсыз иіс таралады. Уақыт өте әкесі балақайдың артына газды аулаға шығаратын турба жалғап қояды. Жоспар іске асты. Бірақ бала ойыншылық түсіріп алады да, соны алам деп барғанда артынан турба шығып кетіп, тағы да барлығын бүлдіреді. Осыдан шыдай алмай әкесі киімдерін жинап, қайда екені белгісіз кетіп қалады. Отақасының кетіп қалғанын анасы мен үлкен әпкесі ауыр қабылдап, балаға көңіл бөлмей қояды. Біраз өскен бала мектепке барады. Басқара алмайтын газ шығаруы кесірінен балақайға ешкім жақындағысы келмейді. Патриктің жалғыз досы иіс сезбейтін Алан атты бала болды. Осылайша екеуі үнемі уақыттарын бірге өткізіп, жақсы дос болып кетеді. Бірақ мектепте Патрикпен ешкім араласқысы келмейтін. Оңбаған Деймон асқазанымен мәселесі бар жігіттің үстінен күлетін. Мектепке концерт ұйымдастырып, мұнда опералық өнер көрсетеді. Қойылымнан соң директор дұға жасау үшін минут үнсіздік сұрайды. Патрик жиналған газды ұстай алмай жатқанын сезеді. Ол барынша ұстағысы келеді, біраз жағдай нашарлап кетеді. Бір сәтте балақай жел шығарады. Директор ханым ашуланып, баланы залдан қуып шығады. Күнде кеште Патрик ғарыш ракеталар туралы жаңалықтарды көретін, себебі өзі де ғарышқа ұшып космонавт болуды армандайтын. Бірақ газ шығара беретіні есіне түсіп, өз кемшілігін басқаруды үйренбегенше атты жібермеуді шешеді. Патрик досының сарайына келіп, ауаны ластамайтын аппарат ойлап табуын өтінеді. Кішкене ойланып Алан өз жұмысына кіріседі. Келесі күні өнертапқыш досына ажағай шортиын ұсынады. Олар газды жинап тамақ контейнеріне өңдейтін. Осылайша бір күндік газды жинап жойып жіберуге болатын. Жігіттің өмірі өзгере бастайды, себебі ол дауыс шығармай, айналадағыларды жаман иіспен уламайтын. Үнемі ажағай шортигін қолданып, балақай қалаған тамағын жеп, басқалармен де қарым-қатынасын дұрыстайды. Бұзақы Деймон мектеп ауласында Патрикті көріп, таңғы ас салынған контейнерін алып қоюды шешеді. Алан және Патрик олай жасамауды өтінеді, бірақ оңбаған тыңдамай ашып жіберіп, газдың барлығы тіке бетіне шашырайды. Ашуланған бұзақы Патрикті алаңға байлап қойып, барлығына мазақ еткізеді. Барлығы жабылып аппаратты бұзып тастайды. Осында Патрик өзін ренжіткісі келгендерді газ шығарып қуып жібереді. Сосын досы кезекті жөнделген аппаратты алып келеді, бірақ Патрик шортиді қабылдамайды. Ол ғарыш жайлы ойлайды және космонавт болуды армандайды. Алан бұл мүмкін еместігін айтады, себебі досының ешбір таланты жоқ. Ал мақсатқа жету үшін көп жұмыс жасап шыңдалу керек еді. Ауруханада дәрігер Патриктің барлық мәселесі екі асқазаны болғандықтан екенін анықтайды. Патрик асқазанның суретін досына көрсетеді. Алан оны модель ретінде алып, екпілді қозғалтқыш ойлап шығарады. Патрик далада серуендеп жүріп, опера әншісінің ән айтып жатқанын естиді. Осы сәтте жігіт газ шығарады және оның газы жоғарғы ноталарды алады. Джон Осворд балақайды өз мақсаттарына пайдалануды шешеді. Ол сөзсіз әлемді мойындатып танымал болуға көмектесетін. Әр жылы өтетін ұшқыштар конкурсына 10 шақты топ қатысып, барлығы ақшалар ұтысты жеңіп алуға тырысып жатты. Ешкімде белгіленген мөлшерге жете алмайды. Барлық аппараттарды өңдеу керек еді. Жігіттердің кезегі келеді. Алан досының газын қолданатын аппарат ойлап табады. Патриктің газы арқылы балалар белгілерген мәреге келіп жетіп, 100 фунт ақшалай сыйлықты ұтып алады. Үйге қайтып келе жатып бала бұзақыларды кездестіріп кек алуды шешеді. Деймон өз достарымен жігітті қоршап алады. Бірақ Патрик газ шығарып бұзақылардан құтылды. Кек алуға бекінген Патрик оны орманға алып барып, бетіне аямай газ жібереді. Досына келе жатып Аланның көлікке отырып кетіп жатқанын көреді. Ал әкесі екеуінің достығынан олы әлде қайда жоғары екенін айтады. Сондықтан ол мемлекеттен мәңгілікке кетіпті. Қағылған есік ашылып Патрик опералық әншіні көреді. Джон оқушыдан бірге әлемдік турнирге аттануын өтінеді. Патрик келісіп бірнеше мемлекетке саяхатқа аттанады. Жапония, Австрия және Францияға сапар жасап, онда Джон мансабының жарықтау шегіне жетуге біраз ақша табуға көмектеседі. Алтын дауыс жүлдесін жоғалтқан Плаче атты ер адам бәсекелесінің қайталанбас дауысының құпиясын білуді шешеді. Джонның үйіне келіп жоғарғы ноталар әнші тұрған бөлмеден шықпай жатқанын байқайды. Екінші қабатқа көтеріліп, ер адам кішкентай балақайды көреді. Сенгіш Патрик құпияны тікелей бәсекелесіне ашып береді. Жоғарғы ноталарды әнші емес, мектеп оқушысының жамбасы алатынын біліп, ол жігіттің тамағына асқазанды ауыртатын сұйықты қосып жібереді. Кезекті концерттердің бірінде Патрик қатты газ шығарады. Салдарынан стакандар шашылып кетеді. Сахнаға Джонның бәсекелесі шыға келіп, бар шындықты паш етеді.
Бірақ байқаусызда үстіне аппаратура құлап, мәңгі ұйқыға кетеді. Болған оқиғаға Патрикті айыптап түрмеге жібереді. Полицей көлігіне отырмай тұрып, Патрик барлығын Алан досын табу үшін жасағанын айтады. Алан мұны жаңалықтардан көріп, агент Джонсонға Патрикке көмектесуін өтінеді. Сот кезінде барлығы Патрикті айыптап оңбаған бала екенін айтады. Куәгерлерді тыңдап болған соң Патрикті барлығы кінәлі деп шешеді және өлім жазасына кесіледі. Бұйрық орындалуына кішкене қалғанда мемлекеттік агенттер келіп жігітті алып кетеді. Ұшақта достар табысады. Сөйтсек Алан мемлекетке жұмыс жасайды екен. Міндеті ғарышта тұрып қалған космонавтарға көмек қолын созу. Патриктің екі асқазаны табысты операцияның сөзсіз кепілі болатын. Осылайша оның кемшілігі адамдарды құтқаруға жарар еді. Құпия лабораторияға келген Патрик Американың барлық ғарыштық өнертапқыштары балалар екенін көреді. Олардың барлығы тек Аланға бағынып ракета жасаумен айналысатын. Алан екі двигательді космонавттары құтқаратын өнертап шығарыпты. Проектке тек Патрик жетіспейтін. Себебі балақайдың газ шығаруының әрі қарай потенциалын ашып, ұшып кету үшін және мақсатқа жету үшін қолдануға болатын. Алан Патрикті нағыз космонавт және Америка батыры етпек. Патрик досының ұсынысын қабылдап дайындықты бастайды. Бірақ Джонсон келіспейтін, себебі балақай физикалық тестті де, ақылған арналған тесттен де құлаған болатын. Генерал балақайдың ақымақ екеніне келіседі. Қоса оны талапты деп санап сенім артады. Газ шығаруды энергияға айналуын бір тексеріп алып, барлығы ракетаны ұшыруға дайындалады. Патрик өз орнына отырып белгіні күтеді. Осы сәтте ғалымдардың бірі қосымша есепте өткізіп, генералға жағымсыз ақпаратты хабарлайды. Ракета ұшқан соң 20 секунд өте байланыс жоғалуы, тағы бірнеше секундтан соң ауамен мәселе болатынын айтады. Нәтижесінде ракета жарылып кетеді, немесе ауаның жоқтығынан Патрик өліп кету мүмкін екенін болжайды. Генерал мұны досымен сөйлесу үшін Аланға айтады. Алан жоғарғы пайыздық болуы керек оқиғалар ретін түсіндіреді. Бірақ Патрик досының өзіне және өнертабысына сенетінін айтып орнынан түспейді. Ракета ұшырылып, балақай ғарышқа аттанады. 20 секунд өте байланыс жоғарып, кислородпен тоқтап барлығының ұнжырғасы түсіп, Патриктен айырылдық деп ойлайды. Бірнеше секунд өте Патриктің жамбасынан шыққан жоғарғы ноталарды естіп, жағдайы жақсы екенін біледі. Жігіт миссияны сәтті орындап, ғарышта қалған ғарышкерлерді құтқарады. Барлығы ерекше талантты бар балақайды қошеметпен күтіп алады. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, фильм туралы не айтасыздар? Сізде осылай көп газ шығарасыз ба? Пікіріңізді комментарияға жазып кетіңіз. Осымен біздің шоу өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.